кеше біз көштік. Бірақ пока что көрсете алмаймын. Что почем не болатқан, просто бұл жерде знаете что? Мебель жоқ. Біз заказ беріп қойдық. Где-то бір апта сондай уақытта көрсететін болам. Қазір мен чай ішіп, шашымды тарап, шашымды кептіріп, киініп, патиламды шығуым керек. Күндерім сәтті өтсін. Және көзім ісіп тұр ма? Бүгін қыздарымыз өте жалқау болып жатыр. Білмеймін, сторис салуға кішкене шаршап тұрмын ба, білмеймін. Давайте задайте вопрос қалдырып кетем. Сұрақтарыңызды қойыңыздар, қызықтап жауап беремін. Негізі бірінші кездескен кезде не серьезно деп ойладым, бабник деп ойладым, қыздарды көп алдайды деп ойладым, но оказывается не так. Қазір прям қатты қуанам. Ол кезде Ерланды көп жамандап тастаған еді. Оказывается не так. Еркелерім, бүгінгі выходныйларыңыз қалай өтті? Негізі блогер болғандықтан бір күні азаннан түнге дейін съемка жасауымыз мүмкін, бір күні жалқауланып кішкене жатып қалуымыз мүмкін. Например, бүгін кішкене уақытым болып, мен өзімнің ойынымды ойнадым. Так, осы барлығына қызық екен. Может, от түйді айтып берем, потому что алдынан бері ойлап жүрмін, осыны қашан айтамын деп. Мен қалай блогер болдым? Негізі мен блогер боламын деп ешқашан ойламаған. Колледжде сеуіп шыққан әсем, короче, не істерін білмейді, ішіп пысады и для себя видео түсірем. Ну, мен по сути дапсмаш, мюзикл и барлығын түсіріп келеттім ғой, баяғыдан бері ше. И осы тиктокты көрем, түсіргім келеді. Но менде бір минус, менде телефонның качество сонша емес болады, менде 6-й болады айфон. Потом кольцевая лампа болмайды. Енді не істеймін? Короче, киім бізде не болды, ағаш еттім. И сіздерге айтпақшымын да, негізі блог бастағыларыңыз келсе, самое главное желание. Ешқашан да танымал болам, ақша үшін деп істесеңіздер, ішінде болмайды, короче. Мен қуанам, конечно, мен барамын деймін, апортта жиналамыз, и бірақ барлығы менің менсіме жүреді. Типа, қанша подписчикім бар, менде 12 мың подписчик болды. Потом мен ладно деп кетіп қалдым, потом бір айдан кейін ба, менің подписчигім 10 есеге олардан қарағанда көтеріледі. Потом біраз уақыттан кейін көрдім, бір арбатта сол кезде, типа, маған қалай жинап алдың дейді сол кісілер. Вот жизнь бумеранг сол үшін де арттан күлген адамдарға вообще внимание не обращайте. Менен кішкене мотивация болсын. Потом деген, если сіз рекомендацияға интересныйға шыққыларыңыз келсе, танымал болғаныңыз келсе, обязательно сізде необычный бір контент болу керек, өзіндік бір стиль болу керек. Например, мен бастаған кезде тиктокты мен қазақша өлеңдерге и кішкентай балалардың даусына түсіріп бастадым. Вот сол кезде уже рекомендацияға шығып, кішкене өзгеше бір дүние болды да. Потом после этого уже маған әншілер жазды, типа видео түсіріп бересіз ба, андай деген сияқты. Даже Сейма жазды ғой маған, представляете? Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Енді бүгінгі стористар чисто без монтажа, бүйтіп ақырын кетіп бара жатқанымды айтып, сөйтіп салайын деп тұрмын. Қызық болады деп ойлайсыздар ма? Чисто без монтажа. Күндеріңіз сәтті өтсін. Дәулет Жердаев ағамыз енді турникке тартыламын дейді ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Әші батсақ көтіп тартыла беремін мен әші. Кем өрсін бұтаға. Ана кетті, міне кетті. Ана. Нешін дау кәсіп сады? Кеп қойын, кеп. Терске? Терске? Жаным сол талап береді өзіме. Вот мен кезінде тиктоктың менсінбей қарайтынмын ғой, ал енді қазір өзім тикток түсіріп, тиктоктан тренд видеолар аламын десек те болады. Көзім жетті, мысалы ретінде қарасақ. Және де мысалы көбісі білмей жатып айтады да. Мысалы сіздерге айтқым келіп отыр.